Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын банан шоколаде рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Үй жағдайында жасап көріп, балаңызды қуантып қойыңыз. Ең алдымен бананды, осындай үлкенде банан алғандарыңыз дұрыс болады. Осындай үлкен бананды алып, қабығын ашып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп алған соң, дүкенде, кондитерлік дүкенде сатылатын осындай балмұздақтың таяқшаларына орналастыратын боламыз. Егер де видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Енді таяқшаға орналастырып алған соң, біз кез келген ұнайтын өзімізге шоколадты алып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітсеңіз де болады. Шоколад біркелкі еру үшін мен осындай кокос масласын қолданатын боламын. Болмаса, сұйық май қолдансаңыздар болады. Осылайынан алып, водяной баняда ерттім. Осындай әдемі біркелкі болып шығады. Одан кейін осындай ұзындау стаканға құйып, дайындап аламыз. Сонымен қатар, менің каналымда басқа да түрлі рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы видео рецептермен бөлісетін боламын. Енді осы банандарымызды шоколадқа салып дайындайтын боламыз. Осындай ұзындау стаканға қойсаңыздар, осылай батырып алғанға ыңғайлы болады. Жасалу жолы өте оңай. Үйде балаларыңызбен бірге жасап көрсеңіздер де болады. Дәмі өте ерекше, балаларыңызға сөз жоқ, ұнайды. Осылайынан бәрін батырып алған соң, шоколад қатпай тұрып, үстіне осылай әсемдесеңіз болады. Кондитерде дүкенінде сататын осындай посыпкалармен және де кез келген кокосовый стружка болмаса дәндермен осылайынан әсемдесеңіздер өте әдемі көрінеді. Барлығын осылай әсемдеп алған соң, біз банандарымызды морозильникке 15 минутқа қатыруға қоямыз. 15 минуттан соң алып, жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше десерт түріне жатады. Баршаңызға ас болсын. Мені видеом соңына дейін қарағаныңызға рахмет.